Бүгінгі сөздің тақырыбы 6-12 ғасырлардағы түркі мемлекеттері. Жалпы біз бұл дәуірді ұлы даланың өркениеті өркендеген түркі халықтарының саяси бірлестіктері қалыптасқан алыс жақын елдермен байланыс орнатқан кезең деп атаймыз. Бұл түрік қағанатының құрылуымен басталады. Түрік қағанаты жерімізде құрылған алғашқы ерте феодалдық мемлекеттердің бірі. Жалпы түрік қағанаты ашина әулеті, яғни текті қасқыр деген ру арқылы жалпы бумын қағанның бастауымен жужандарды талқандау арқылы 552 жылы түрік қағанаты құрылады. Жалпы алғаш рет түрік этнонимі 542 жылы жалпы жазбаларда кездесе бастайды. Жалпы осы теле тайпасының қалыптасуы арқылы түркі тілдес тайпалардың ортақ атауы, яғни түрік, осы түрік қағанаттың негізін салушы бумын қаған, ол жужандарды жеңген жеңісі үшін өзін елхан деген атаққа ие болған. Жалпы бумын 553 жылы қажа болып, оның орнына оның баласы Қараеске қаған болды. Одан кейін бізде Мұқан қаған болды. Мұқан қаған кезінде осы түрік қағанатының территориясы орталық Азияға дейін жетті. Ұлы даланың, жалпы осы түріктер ұлы даланың қожасына айналды деуге болады. Түрік қағанаты солтүстік Кавказ бен Қара теңіздің солтүстік жағалауына дейін үстемдік етті, және 6 ғасырдың екінші жартысында түріктердің билігі Азияның біраз аумағын қамтыды деуге болады. Бірақ кейін 600 жылдарға қарай осы түрік қағанатында ішкі алауыздық, билікке таласушылық басталып, ол екіге бөлінді, яғни шығыс және батыс түрік қағанаты. Жалпы батыс түрік қағанаты 603 жылда Қазақстан аумағында 603 жылы құрылды. Батыс түрік қағанатының орталығы Шу өзені бойындағы Суяб қаласы болды. Оның жазғы ордасы Мыңбұлақта орналасты, және ол 10 тайпа, 10 бұдын тайпа, яғни Долу және Нушуби тайпаларына бөлінді. Шегу мен Тоң қағандар тұсында қағанаттың саяси билігі күшейді. Шегу қаған шығыстағы шекараны Алтайға дейін созды, ал Тоң қаған Орта Азиядағы басқару жүйесін қайта қалпына келтірді деуге болады. Кейін ешбар елтеріс осы 10 бұдын жүйесін енгізгеннен кейін қағанның 10 түмінен тұратын әскери жасағы басталды, және Дулу мен Шүбе арасында тартыстар бастала бастады. Осыны пайдаланған Қытай әскері 659 жылы Жетісуға басып кіріп, батыс түрік қағанаты осы құлады деуге болады. Келесі шығыс түрік қағанаты, ол 682-744 жылдар аралығында өмір сүрді. Ол біртұтас түрік қағанатын ішкі саяси дағдарысқа байланысты осылай екіге бөлінді. Оның шығыс бөлігі қазіргі Моңғолия жерінде орналасты. Жалпы оның орталығы Өтукен тауы, яғни қасиетті мекен деп саналған. Оның белгілі қағандары Елтеліс Құтлық қаған мемлекетті қайта көтерген билеуші ретінде танылған, ал Қапаған қаған ол шекараны кеңейткен қаған ретінде танылған. Білге қаған мен Күлтегін, олар өте тарихта ізі қалған бір қағандардың бірі. Ол елді нығайтып мәдени мұра қалдырған. Білге қаған, Күлтегін, Тоныкөк жазбалары қазір біздің тарихтың санасында қалған өте мәдени мұра деуге болады. Жалпы мәдениетті Орхон немесе жазба ескерткіштері осы кезеңде жасалды. Ол түркі халықтарының алғашқы жазба әдебиеті болып саналады. Келесі Түргеш қағанаты жалпы 704-756 жылдар аралығында өмір сүрген. Оның үлкен ордасы Суяб қаласы, ал кіші ордасы Шу өзені бойындағы Күнгіт қаласы. Жалпы түргештер екіге бөлінді: сары түргештер және қара түргештер, және олар белгілі бір сипат бойынша емес, Шу талас бойында өмір сүрген түргештер бойынша бөлінген болатын. Жалпы түргештердің алғашқы қағаны Үшлік қаған. Түргештер Сұлу қаған кезінде үш жақты күрес жүргізді. Біріншісі ол араб басқыншылығы, екіншісі Қытай, ал үшіншісі бізге шығыс түрік қағанатынан қауіптенді. Және осы кезде Сұлу қаған шығыстағы жағдайда әскери келісімшарт жасаумен қатар өзіндік бір жолмен шешуге тырысқан. Сұлу қаған шайқастарға тікелей өзі қатысуына және үнемі жеңіске жетуіне байланысты арабтар оны Абу Мусахим, яғни сүзеген қаған деп атап кеткен болатын. 751 жылы түргештер Таразға жақын жердегі Атлақ қаласында арабтар мен қырлықтармен бірігіп Қытайға қарсы күрес жүргізді. Бірақ осы Қытайдан аман қалған бөлігі Жетісудан біржолата кетуге мәжбүр болды. Ал қағандық біржола осы кезде әлсіреді деуге болады. Келесі бізде
Қытай деректерінде Қарлұқ қағанаты жалпы ол бұлақ руы Алтай тауының баурайын мекендегені хабарланады, және осы Алтай тауынан Балқашқа дейінгі аралықты қамтыған. Осы 7 ғасырдың соңынан бастап Қарлұқтар Шығыс түркі қағанатының ықпалында болды. Күлтегін жазуындағы деректерге сүйенсек, жалпы осындай Қарлұқтардың Шығыс түркі қағанатының құрамында болғанын білуге болады. Кейін олар Жетісуге қарай жылжиды. Осы кейін орталық Азияда жаңа мемлекет, яғни ұйғыр қағанаты 744-840 жылдары құрылады. Ұйғыр тайпаларының билеушісі Қаған, Қарлұқтар көсемі жабғу лауазымын алады. Қарлұқтардың дербестікке ұмтылуы жаңағы ұйғырлардың қарсылығына әкеліп, олар бұл күресте жеңіледі, және жеңіліске ұшыраған Қарлұқтар ұйғыр жазбаларында айтылғандай ит жылы 746 жылы батысқа қарай Онық еліне қашты деуге болады. Жалпы бізде келесі Оғыз мемлекеті бізде 9 ғасырдың аяғы мен 10 ғасырдың басында Сырдарияның орта төменгі ағысында мекендеген. Олардың ордасы ескі Грузия, яғни Янкигент, жаңа Грузия Янкигент қаласы. Махмұд Қашқаридың дерегі бойынша Оғыздар алғышартта 24 қаладан тұрды, ал кейін Әл-Мазурази Оғыздардың 12 тайпасы ғана жайлы жазады. Бұл кезең Оғыз тайпаларының бір-біріне қосылып халықтық бір дәрежеге көтеріле бастаған мезгілі болып есептеледі. Жалпы Оғыздардағы жоғарғы билік иесі Жабғу және әскер басы Сүйбашы деп аталады. Оған атабектер тәрбиеленеді. Жабғудың кеңесшілері Күлеркін деп аталады. Оғызнама дерегінде көрсетілгендей Жабғу өзінің аумағын 12 аймаққа бөліп басқарған деседі. Жалпы Сырдарияның төменгі ағысында Жанкент, Жуара, Жент атты қалалар орналасуы осы Оғыздардың отырықшылықпен айналысқанның бір дәлелі ретінде болып қалыптасқан. Ал Сырдарияның орта ағысындағы Қанақ, Сүткент, Фарап, Сығанақ, Сауран қалалары туралы Махмұд Қашқари осы Оғызнама деректерінде жазып қалдырған. Ұйғыр қағанаты 744-840 жылдар аралығында жалпы Орду-Балық орталығында қазіргі Моңғолия аумағында құрылды. Мемлекетті Құтлық Білге қаған. Ұйғыр қағанаты қазіргі Моңғолия, Шығыс Түркістан, Алтай Жетісудың шығыс бөлігіне дейін созылып жатқан. Жалпы құрамына 9 негізгі ұйғыр тайпасы кіргендіктен оларды 9 Оғыздар деп те атап кеткен екен. Жалпы ұйғырлар Қытаймен одақтасты, тіпті Қытайдағы таң әулеті билеушілеріне жиі көмек көрсетіп отырған. Ұйғырлар сонымен қатар манихейлік пен буддизмді таратқан. Осы діндердің әсерінен оларда өнер, сызба жүйесі, сәулет дамыған. Ұйғырлар қағаз жасауды меңгеріп, жаңағы жазу ісінде жаңа бір қадам жасаған. Жалпы ұйғыр қағанаты түркі мәдениеті мен жазба тіл өркениетінің дамуына үлкен үлес қосқан қағанат. Қазақ халқының этногенезінде ұйғыр тайпалары да белгілі бір ізін қалдырды. Қарахан мемлекеті 942-1212 жылдар аралығында. Жалпы Қарахан мемлекеті ол бізде осы ұйғыр қағанаты құлағаннан кейін Жетісу мен Шығыс Түркістанда құрылды. Ол 942 жылы Сатық Боғра хан өзін хан жариялап, Қарахан мемлекетінің негізін қалаған болатын. Ол батыстан Әмудария мен Сырдарияға дейін, ал шығыста Жетісу мен Қашқарға дейінгі созылған. Алғашқы астанасы Баласағұн, ал кейінгі атауы Қызылорда деп аталған. Саяси құрылымына келсек, жалпы оларда жоғарғы билеуші Қаған, яғни мемлекет екіге бөлінді. Шығыс Қарахан және Батыс Қарахан. Шығыс бөлігі Қашқар орталығы, ал батыс бөлігі Баласағұн болып бөлінді. Жалпы 1040 жылдан бастап екіге бөліне бастады. Сатық Боғра хан кезінде тарихи оқиға. Осы Сатық Боғра ханның мұрагері баласы Мұса хан ислам дінін 960 жылы мемлекеттік дін ретінде қабылданды. Бұл Қазақстан мен Орта Азиядағы алғашқы түркі мұсылман мемлекеті болды деуге болады. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды, және қалаларда егіншілік пен бау-бақша шаруашылығы дамыған. Мәдениеті мен ғылымына келсек, Қарахан дәуірінде қала мәдениеті мен ғылым ерекше дамыды. Белгілі ғалымдар мен ақындар осы кезде өмір сүрді. Мысалы, Жүсіп Баласағұнның Құтты білік еңбегінің авторы, Махмұд Қашқаридың Диуани лұғат атты еңбектері осы мәдениет пен ғылымның орталықтары болды. Қарақытай мемлекеті 1128-1213 жылдар аралығында өмір сүрді. Жалпы 9 ғасырдың соңында Қытайда қидан тайпаларының мемлекеті Лео әулеті құлады. Соның арқасында қидандардың бір бөлігі батысқа қарай көшіп Жетісуға келіп, Қарақытай мемлекетінің көсемі Елудашы 1128 жылы құрды. Жалпы аумағы Жетісу, Шығыс Түркістан, Ферғана, Сырдарияның жоғарғы ағысын құрайды, және осы Елудаши өзін Гурхан жариялады. Гурхан дегеніміз ол хан
Гурхан дегеніміз ұлы хан дегенді білдірген. Оларда орталық билік күшті болды. Олар жергілікті билеушілерде өз аймақтарында бөлек басқарулар болды. Негізгі кәсібі мал шаруашылығы болды және олар жібек жолы арқылы Қытай, Иран, Орта Азия елдерімен сауда жасап отырды. Кейін осы Қарақтай мемлекеті Жетісу мен Орта Азия тарихында үлкен рөл атқарды. Ол Шыңғысхан шапқыншысына дейінгі соңғы ірі мемлекеттердің бірі болды. Қимақ қағанаты ол 8 ғасырдың соңында Алтай тарбағатай ертіс бойын мекендеген Қимақ тайпалары. Қимақ жалпы қағанаты 840 жылы құрылды. Қағанаттың алғашқы орталығы Имақия қаласы болды және солтүстікте Ертіс өзені, оңтүстікте Балқаш пен Алакөл, ал шығыста Алтай, батыста Сарыарқаға дейін жетті. Қимақ қағанаты жалпы құрамында 7 ірі тайпа болды. Оларда мемлекеттің басшысы Қаған болды, Шат-түтік, Ябғу деген сияқты лауазым иегерлері болған. Келесі Қыпшақ хандығы. Қыпшақ хандығы ол 11-13 ғасыр аралығында, яғни осы Қимақ қағанаты әлсіреп, оның құрамындағы ең қуатты тайпа Қыпшақтар күшейіп бөлініп шығып, Қыпшақ хандығы құрылды. Қыпшақ хандығы, яғни Дешті Қыпшақ даласы, шығыста Алтай мен Ертісті, батыста Еділ мен Қаратеңіз далаларын қамтыды. Жалпы негізгі орталықтары екіге бөлінді. Батыс орталығы Сарайшық, ал Сырдария бойындағы орталығы Санақ болды. Жалпы мемлекеттің жоғарғы билеушісі хан, оң қанат, сол қанатқа бөлінді. Әр аймақты хан әулетінің өкілдері басқарып отырды. Негізгі кәсіптері көшпелі мал шаруашылығы болды, ал Сырдарияда егіншілікпен, отырықшылықпен айналысты. Ұлы жібек жолы арқылы, Кавказбен, Орта Азия арқылы Русь Қытаймен сауда жасады. Жалпы қыпшақтар түркі тілін ортақ тіл ретінде дамытты. Бұл тіл кейінгі қазақ тілдің негізіне айналды. Хазар мемлекеті жалпы ол 7-10 ғасыр аралығында, яғни шамамен 650 жылдарда құрыла бастады. Батыс түрік қағанаты әлсіреген соң, оның орнындағы тайпалар негізінде Хазар мемлекеті құрылды. Астанасы алғашында Семендер, кейіннен осы Атил қаласы болды. Аумағы солтүстікте Еділ, батыста Қырым Кавказды, оңтүстікте Кавказ тауларын құрады. Жоғарғы билеуші Қаған болды және нақты билікті оның орынбасары Бек болды. Хазарлар Кавказда араб халифатымен ұзақ соғысты және осы 9 ғасырдан бастап оларда ішкі әлсіреу басталды. Қыпшақтар мен печенегтердің арасында кикілжіңдер бастала бастады. 10 ғасырдың аяғында Хазар қағанаты да тарих аренасынан кетті деуге болады. Найман, Керей, Меркіт тайпалары. Жалпы наймандар 8 ғасырдан бастап Алтай мен Ертіс бойында өмір сүрді. Найман деген сөздің өзі жалпы 8 тайпадан тұрған, яғни 8 дегенді білдіреді, түркше мағынасы. Кейін 11-12 ғасырларда оның орталығы Балықты қаласы болды. Кейін олар Шыңғысханмен соғысып, жеңіліп, бір бөлігі осы Қазақстан жеріне қоныс аударып, бір бөлігі Шыңғысханның астына қалды. Қазақ халқының құрамындағы осы Найман руы осы тайпадан шыққан. Керейлер олар Архон, Керулен, Селенгі өзендерінің бойын мекендеді. Жалпы олардың астанасы Битөбе қаласы, билеушілері Гурхан деп аталды, ал олардың бір ерекшелігі олар христианның несториандық бағытын ұстанды деуге болады. Шыңғысхан күшейген кезде осы керейлердің бір бөлігі монғолдарға бірге қосылып кеткен. Меркіттер жалпы Байкал көлінің оңтүстігі мен Селенгі өзенінің бойын мекендеді. Орта ғасырларда моңғол және түркі тайпаларымен айналысқан, ал шаруашылығы мал өсіру және аңшылық болды. Кейін 12 ғасырда Шыңғысханға қарсы Найман, Керей татарлармен одақ құрған, бірақ соңында 13 ғасырда Шыңғысхан әскерінен жеңіліп бытырап кетті. Жалпы осы ұлы даланың түрік қағанаттары арқылы біз қазақ мемлекеттің тамыры тереңде жатқанын, қазақ халқының көптеген түркі тайпаларының ортақ мұрасының құралғанын, мемлекет құру дәстүрі үзілмей жалғасқанын дәлелдеуге болады. Және осы срезді белгілі ғалым Гумилевтің сөзімен аяқтасам, көшпелі түркілер Еуразия тарихында тек әскери күш ретінде ғана емес, өркениеттің маңызды таратушылары болды. Олардың мұрасы бүгінгі түркі халықтарының бірлігі мен мәдениетінде сақталған деп баға берген екен.